Қайырлы күн достар, бүгін осындай керемет кабачкидан оладьи жасауды үйретемін. Өте оңай әрі тез. Дәмді завтрак десем де болады, таңғы ас. Бізге керегі 2 кабачки, сыртын жақсылап жуып, басын мен аяқ жағын кесіп тастаймыз. Оны жақсылап теркадан өткіземіз екеуінде. Кез келген терка жарай береді. Мен осындай терканы пайдаланған ұнатам. Кейбіреулер басқасын ұнатады. Жақсылап өткізіп аламыз. Сосын оған кішкене тұз сеуіп, араластырып, соғын шығарамыз. Кішкене 5 минуттай тұрса, өзінің суы шығады. Даже тұзбен араластырып жатқанның өзінде соғы шығып жатады. Оны басқа ыдысқа қолмен қысып, суын ағызып, салып аламыз. Мына жерде барлығын істейміз. Кішкене домалақтап, қолға сиятындай етіп, суын бәрін сырғытамыз. Өзі суынан ажырата алады. Өте дәмді, әрі тез қуырылады. Кабачкидің пайдасы көп екен. Әрдайым аптасына 2-3 мәрте жесеңіздер өте күшті екен. Есте сақтау қабілетіне де жақсы деп естідім осы кабачкида. Көрдіңіздер ме, қаншама су артылды. Осыған енді біз 3 жұмыртқа қосамыз, немесе 2 жұмыртқа қоссаңыздар да жетеді. Мен бұл жерде 3 жұмыртқа қостым, 2 қасық ұн, қара бұрыш, сосын тағы да тұзын көріңіздер. Тұз егер аздау болса, тұз сеп жерсеңіздер болады. Мен көрдім, тұзы нормальный, содан кейін барып тұз қосқан жоқпын. Жақсылап араластырып аламыз. Араластырып, бір келкетіп. Отқа, қызып тұрған отқа майымызды құйып, кішкене ғана құямыз. Толықтай емес, азырақ қана қойып, жақсылап қыздырамыз. Қыздырып алғаннан кейін осы қасықпен дөңгелектетіп құйып шығамыз. Мысалы, қасықпен 1 қасықпен құйсаңыздар жеткілікті, 1 қасық. Осы дәл осы видеодағыдай 2 жағын қып-қызыл қылып қуырып аласыздар. 2 минут жеткілікті. Әрбір бетке 2 минут. Даже кейде газыңыз мықты жанатын болса, 1 минуттың өзі жеткілікті әрбір бетіне. Мына жерде міне. Аударып пісіріп аласыздар. 2-3 мәрте аударып алсаңыздар таза піседі. Өте дәмді шығады. Жасап көріңіздер, өкінбейсіздер. Орыс халқы көп пайдаланады ғой. Мен де осы жазы тек осы кабачкиді жедім десем де болады. Баклажанды ұмытып кеттім даже. Міне, жақсылап қуырып аламыз. 2 жақ бетін көрдіңіздер ме? Өстіп қып-қызыл қылып. Өте дәмді болады. Ас болсын. Міне осындай керемет болып шығады. Майонезге чеснок араластырып, жағып жесеңіздер де болады, қаймақпен жесеңіздер де болады. Өз еріктеріңізде.